Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге восточный пирогын дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырын дайындайтын болсақ, қамырға майымызды, ұнымызды салып араластырып, осы үгітіп әбден қамыр елеп аламыз. Мына жерде мен 2 күшенің сметанниктің қамырын еледім. Кішкентай ғана разлихитель, және де 2 қасық үлкен қасықпен қант саласыздар, және де 2 жұмыртқаны қосып әбден осылай неғанша қамыр үгітілгенше қамыр дайындаймыз, қолға жабыспайтындай. Міне осындай қамыр болу қажет. Бұл жерде менде қыздар 2 тесто. Одан кейін міне мен курага, сосын және де қара мейіз, қызыл мейіз және жаңғақтарды осылай жуып әбден бөліп турап алдым. Бәрін майдалап турап алсаңыздар тіп жақсы болады. Осылай тапамызды жайғастырып алып, ішіне қамырымызды жайғастырып, орналастырып алдым. Жақсылап жайып жібердім. Одан кейін бүкіл дәнді араластырып, онда қамырдың үстіне жайғастырдым. Барлығы біркелкі тегіс болу қажет, жақсы араласу керек. Негізі қауашақтағы сгущенка жақсы болатын еді, менікі жаман сұйықтай болып кетті. Үстіне сгущенкамызды құйып, 180 градуста 15 минутқа пісіріп аламыз. Осылай неғып жеріміз дайын болды. Мінекей қалғаны осы ғана болды. Астарыңыз дәмді болсын. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.